Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осындай ерлер киіміне заказ берген едім. Ақ рубашкамен классикалық шалбарға. Ақ рубашканы ашып көрсетейін. Қазір сапасын бірге көреміз. Қараңыздар, қандай сапалы, әдемі екен. Қараңызшы, бұл ақ рубашканы жұмысқа киюге, сосын мектепке кигенге де өте әдемі. Даже бір жерге қыдырып шықсаңыз да кигенге вообще әдемі екен. Мына жерге қазір суретін қойып кетемін. Қанша теңгеге алғанымды, доставкасына қанша төлегенді. Қараңызшы, қандай әдемі. Арқасындағы тігістерін қарасаңызшы. Өте әдемі екен. Шалбардың сыртынан да кие аласыз, сыртынан шығарып та кие аласыз, ішіне кіргізіп те кие аласыз. Вообще супер. Қараңызшы, матасы деген өте әдемі, тігістерде бір қалыпты, ешқандай бір шығып тұрған жібі жоқ. Вообще әдемі екен. Сосын осындай классикалық шалбарға заказ бердім, ашық түсінен. Қазір бірге көрейік. Тоже материал әдемі екен. Қараңыздаршы. Дизайнде өте әдемі. Қазір мына жерге суретін қойып кетемін. Қанша теңгеге алғанымды, сосын каргосына қанша теңге төлегенімді. Қараңызшы, мына жерге түймесіне осылай қадап қоясыздар. Алдында өзінің осындай әдемі тігістері бар. Қараңыздар, қандай әдемі. Качествосы вообще күшті, супер. Өте әдемі екен. Барлық жерге кие аласыздар, ұялмай. Жұмысқа болсын, мектепке болсын, қыдырып шықсаңыз да. Қараңызшы, арқасының тігісі де, мына қалтасы әлі ашылмаған тігісімен тұр. Өте әдемі шалбар екен. Качествосы да өте әдемі. Мына жақындатып көрсейінші қазір мына жерін. Міне қараңыздар. Барлығы біркелкі тігілген, жіптер жоқ, ешқандай шығып тұрған. Мінекей материалын жақындап көрсейін. Материал да өте күшті, әдемі. Достар, осындай видео менен күтіңіздер. Өте әдемі киімдерге распаковка жасаймын, сапалы киімдерге. Менің каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеода тоже мужской киімдер болады. Келесі видеода кездескенше.